12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі қазақ елі, эфирде жаныңызды жадыратар жан сусар хабары. Және мен Жұлдыз Бесек. Бүгінгі біздің қонақжай төрімізде Мұқағали Мақатаев атындағы нөмірі 14-ші орта мектебінің мұғалімі ақын Мәулен Жаппасбаев. Қош келдіңіз, Мәулен мырза. Көңіл күйіңіз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма? Көңіл күйім бәрі жақсы, денсаулығым да бәрі жақсы. Керемет, сұхбатқа дайынсыз ғой? Дайынбыз. Бәрекелді. Қазақтың маңдайына біткен бір туар ақын Мұқағали Мақатаев атындағы мектепте ақынның жұмыс жасауы сәйкестікпе қалай өзі? Жалпы ақын Мұқағали Мақатаевтың биыл дүниеге келгеніне 90 жыл айтулы мереке осы республика көлемінде аталып тойланып жатыр. Біз Мұқағали Мақатаев атындағы номері 14-ші орта мектеп атын иеленген Жамбыл облысында екінші мектеппіз. Осы мектепте ақын Мұқағали Мақатаевтың атындағы орта мектепте жұмыс жасағаны өзімді бақыт сезінем. Енді ақын Мұқағали Мақатаевтың атын иеленген мектепте жұмыс жасау барысында өзім сәйкестік деп есептеймін, өйткені ақын Мұқағали Мақатаевтың өзі де еңбек жолын алғаш орыс тілі пәнінің мұғалімі болып бастаған екен. Тамаша. Бәрекелді, жалпы мектептеріңізде ақын шығармашылығын насихаттауда үлкен шаралар өтіп тұратын шығар. Ақын Мұқағали Мақатаевтың жырын насихаттауға арналған мектепшілік, қалалық Мұқағали оқулары дәстүрлі түрге айналған байқаулар өтіп тұрады. Оған Тараз қаласы Мұқағали Мақатаев атындағы номері 14-ші орта мектептен, Тараз қаласында орналасқан басқа да мектептер келіп қатысады. Жеңімпаздар білім бөлімінен марапатталады. Тамаша. Болдым толдым деген шығармашылық иесі нағыз тоқырау үстінде дейді екен. Өзіңізді үнемі жетілдіріп отыру үшін не істеп отырасыз? Енді өзімді үнемі жетілдіру үшін, адам өз-өзін жетілдіру үшін көбіне көп сыртқы қоршаған ортамен үнемі байланыста болып, кітап оқу керек, әлемде болып жатқан ақпараттардан хабардар болу керек деп ойлаймын енді. Дұрыс айтасыз. Кітапты ұялы телефон алмастырған заманда балаларды кітапқа қызықтырудың қандай жолдары бар деп ойлайсыз? Балаларға қызықтырудың жолы, менің ойымша, қазіргі уақытта ақпараттың дамыған заманында балаларды қызықтырудың жолы осы Тараз қаласында орын алған кітап оқып мейлендер бол деген жобасы осы 1-2 жылдықтың көлемінде болды. Сол секілді баланы қызықтыратын, баланың ынтасын оятатын сондай бір бағдарламалар, осындай студияға келіп өткізілетін хабарлар, немесе жаңағыдай кітапханалар, мысалы облыста орналасқан кітапханалар бір байқауларды жиі ұйымдастыру керек. Және оның жиі ұйымдастырғаннан бөлек, сол балаларға ынталандыратын, кішігірім сый-сияпатын жасайтындай, баланың келіп қызығушылығы ашылатындай жағдай жасау керек. Сонымен қоса, мына әлеуметтік желілерде баланың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыратын көп бағдарламалар, бейнероликтер осы көптеп таратылу керек. Яғни ақпараттық насихат жұмыстары көптеп жүру керек. Себебі қазіргі уақытта балалардың барлығы ұялы телефонға телмірген заман болды. Ұялы телефонның енді пайдасы мен зияны қатар болатында ата-аналар барлығы ескеру керек. Өйткені кітап оқығандай болмайды. Кітаптан алған әсерді ұялы телефоннан алу мүмкін емес. Сондықтан кітаптың кереметі, кітаптың құдіреті ол бөлек, ерекше. Өте дұрыс айтасыз. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі ретінде мектеп оқушыларына қандай әдебиеттерді оқуға кеңес бересіз? Мен мектеп оқушыларына балалар әдебиетінен Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» шығармасын мектеп жасында балалардың бәрі оқуы тиіс деп ойлаймын. Өйткені ол шығарманы оқу арқылы баланың өсу, даму, жетілу процесі кезіндегі өз-өздерінің баланың өз бейнесін көруге болады. Сондықтан жалпы кітап тәрбие құралы ғой. Бәрекелді. Заман ақыр жастары қосылмас ешбір бастары. Біріне бірі қасыққа
қойнына тыққан тастары деп Хакім Абай айтқандай, қай заманның жастарын айтып тұр деп ойлайсыз? Енді Абай Құнанбаев философ, даланың данышпаны, ол заман ақыры жастар деп отырғанбыз, бүгінгі қоғамның жастары емес шығар. Енді осы заман ақыры деген сөздің мағынасын түсінуіміз керек. Заман ақыры деп отырғанбыз, мынау азғындалған ақпараттармен қамтамасыз етілген сондай ақпараттарға әбден тойған жастарды айтып отыр деп есептеймін. Немесе сол уақытта Абай осыны айту арқылы бүгінгі күнді тұспылдап тұр деп есептемеймін мен өзім. Енді соның ішіндегі осындай азғындалған ақпараттарды көп сіңірген, қоғамға пайдасы жоқ, мешел ойлы сондай жастарды айтып отыр деп есептеймін. Тамаша, жалпы өзіңіз жаныңыз жабырқағанда не істейсіз? Жаным жабырқаған кезде өзіммен қалуға тырысам. Кітап оқығанды, жастардың өзімнің қатарлас буындардың өлеңдерін оқығанды, Facebook әлеуметтік желісі арқылы жастардан көп ақпарат өлеңдер шоғырын оқығанды, қарағанды, тыңдағанды, бейнероликтерді жақсы көремін. Бәрекелді. Өлең сөздің сіздің тағдырыңызға әсер еткен тұсы болды ма? Жалпы бір қызық, енді менің туған жерім осы теңіздің жағасында орналасқан. Кішігірім бала кезімізде ең бірінші қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі осы өлең жазу тақырыбын ұсынған кезде ең бірінші балалықпен өлең жазғам. Сол өлеңім негізі менің осы тағдырыма көп әсер етті. Сол өлеңге деген құштарлық, сол өлеңге деген құмарлық мені осы Тараз қаласында орналасқан жоғары оқу орнына түсіруге алып келді. Және осы оқу орнында бір қызығы, мынандай қызық ақпарат айта кетейін. Тараз қаласында 2009 жылы қателеспесем, қалалық Мұқағали оқу байқауы болды. Мен сол қалалық Мұқағали оқу байқауына қатысып, жүлделі 3-ші орын алғам. Сол байқаудың енді Мұқағали Мақатаевтың менің өмірмен байланысты бір несі, бір құдіреттілігі шығар, ақынның өлеңіне деген құштарлық. Сол байқаудан 3-ші орын алдым. Енді бір қызығы, сол оқу орнын бітіргеннен кейін Мұқағали Мақатаев атында орта мектепке қызметке орналастым. Және сол мектепте орналасып жүріп, және сол мектепте Мұқағали тану пәнінен дәл қазіргі бүгінгі күнге дейін сабақ беріп келе жатырмын балаларға. Сәйкестік, осындай сәйкестік өмірімде орын алды. бір сондықтан өлең, әдебиет адамның тағдырына үлкен әсер етеді деп есептеймін, өйткені менің практикамда бар нәрсе. Студиямызға ақын келіп отқан соң, ақынға қара сөзден өлең оңай демекші, өлең сұраймыз. Енді биыл ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерекесі, осыған орай тәуелсіздікке байланысты бір өлеңім бар еді. Соны оқып берейін. Қаһарман елім деп аталады. Қазаны қара қайнаған елім, ту тігіп таңба байлаған елім, бөліске салмай дархан даланы жасампаз ұлтқа айналған елім, бөрлі байрақ биік ұстаған, жебелі садақ иіп ұстаған, тұлпарын мініп тұран даланың намысын бойға жиып ұстаған, намысы қолдан кетпеген елім, өзекке ұлын теппеген елім, текті бабаның тегін түгендеп ертеңгі күнге беттеген елім, тар жолды талай басып өткерген, қайғыда болған қасіретпенен, бабамның қаны тамған бұл жерді тәңірім текке нәсіп етпеген. Ұлт болып ұлы атанған елім, қалмасын көшің қатардан елім, сайын даланың сардар мінезді, қайсар рухы бар қаһарман елім. Тамаша, тағы да тыңдайық. Енді көңілдің осындай бір қайғырған, мұңайған кездерінде жазған бір өлең бар еді, осы қалаға қатысты, осы ауылдан осы қалаға келген кезде шыққан өлең. Қалада қарбалас дала ше, далада тыныштық, әр белес мүлгиді гүл құшып, қала ше, тым суық қатыгез, көп адам тасбауыр, далада мейірім басқа өмір. Қалада жасанды сәулеге белейді көбелеп, ай нұрын сетпейді себелеп, ақ түні ауылдың тым басқа, желпіген самалы жаныңа жібектей жағады. Қосылмас екі өмір, екі әлем, аңсарым ауады, сағындым ауылды, анамды. Құрысын қаласы, кеттім мен, шаң жұтып өлем бе, ал әже, жүрейік бөгенге.
Тамаша, бәрекелді. Өзіңіз Қызылорда облысында дүниеге келіпсіз. Таразда қалып қалдыңыз, туған жерді сағынбайсыз ба? Әрине, туған жерге деген сағыныштың орны бөлек. Туған жерге барып тұрамыз, туған жердің топырағына аунап тұрамыз. Сағыныш бар, сағыныштың барлығы осы өлеңге сыйып жатыр десем болады. Түпкілікті осында қалдыңыз Таразда? Түпкілікті осы Тараз қаласында үйлі болып, осы Тараз қаласының азаматтарының бірі болып қалдық. Тамаша. Әдебиет ардыңызды дейді ғой, өзіңізді тазамын деп айта аласыз ба? Енді әдебиет ардыңызды рас, өзімді тазамын деп айту енді. Мынау жалған өмірде тазамын деп айту үшін қайтадан дүниеге періште болып келу керек шығар деп ойлаймын. Таза болу деген мына қоғамда, мына өмірде мүмкін емес. Жан-жағымыздың барлығының арасында жүргеннен кейін де қоғамда отқан нәрсенің барлығына бейжай қарап, болмаса солармен бірге бөлек өмір сүруде мүмкін емес. Біз қоғамның бір бөлшегіміз, қоғаммен бірге жұмыс жасаймыз, қоғаммен бірге өмір сүреміз. Қоғам қандай, біз сондаймыз. Тамаша. Мүшайраға жиі қатысып тұрасыз ба? Мүшайраға облыстық Жамбыл Жабаев атындағы мүшайраның 3-ші орын жеңімпазымын. Ақын Әзімбек Жанқұлиев атындағы мүшайраның 2-ші орын жеңімпазымын. Серік Томанов атындағы мүшайраның 2-ші орын жеңімпазымын. Осы облыстық көлемінде өткен жазба ақындарының арасында жетістікке жеткен ақындардың бірімін деп есептеймін өзімді. Тамаша, бәрекелді. Өзіңіз ақын болғандықтан, шәкірт тәрбиелеп жатқандықтан, жас ақын шәкірттеріңіз көп шығар? Жас ақындардан енді мектепте қабырғасында өлең жазып келген балаларға бағыт бергенім бар. Енді ақынды тәрбиелеп шығару мүмкін емес. Ақын ол ақын болып келу керек. Мектепте қалам ұстап өлең жазғанның барлығын, ойбай сен ақын боласың, ма саған қалам, былай жаз деп бағыт беріп, оны ақын қылу, қолдан ақын қылу, ол санаға сыймайтын нәрсе деп түсінемін. Бірақ өлең жазып жүрмін, осы өлеңімді көріп бересіз бе деп келген балаларға ағай ретінде бағыт бағдар беріп, түсіндіріп айтам. Солардың бірі мектепте қазіргі уақытта біздің мектептің түлегі Бүркітов Ерлан деген оқушым менің осы Таразда жас ақындардың қатарында жүр. Және Қосбергенов Берекет деген оқушы жүр. Осы менің алдымнан өткен балалар. Тамаша, ендеше сіздің мектепте оқитын жас өнерпаз оқушыға кезек берейік. Тараз қаласы Мұқағали Мақатаев атындағы номер 14-ші орта мектептің 8-ші В сынып білім алушысы Еркебай Аялым. Мәулен Жаппасбаев, ұстазым ұлы тұлға. Қарулы білім, таусылмас терең ақылы. Әлемді танып, келеміз ұстаз арқылы. Ұстаз ұлы сөнгенше мынау жарық күн, басым дейім, қалғанша дейім мақырға. Талабы таудай, еңбектен кәсіп күтпеген, қатардан қалмай жауапты міндет жүктелген. Өмірдің емес, білімнің қойған бағасын, ұстаз олдана, бағасыз болып кетпеген. Ізден соқу, мақсаты және мұраты. Жаңалық құмар, өзгелерден озық қырағы. Тәлімгер ұстаз ардақты маман атанған, көзінде шуақ, жүзінде мейірім тұрады. Тәрбие тәлім, санаға сәуле сіңірген, ұрпаққа үлгі қасиетті ана тілімен. Тәлімгер ұстаз ардақты маман атанған, көзінде шуақ, жүзінде мейірім тұрады. Тәрбие тәлім, санаға сәуле сіңірген, ұрпаққа үлгі қасиетті ана тілімен. Еңбегі ерең салмақты міндет иесі, болашақ үшін барады бастап біліммен. Өткізген талай өмірдің көктем қыс жазын, маңдайы жарық аспаны ашық ұстаздың. Жасампаз ұлттың мақтанышына айналған, жасай бер жаса, тәлімгер асыл ұстазым. Тамаша, шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Енді қалам ұстамағалы маған біраз уақыт болды. Мынау күнделікті өмірде тіршіліктің ғамымен жұмыс бастылық бізді жеңген уақытта, мынау үйде көңілді, базардағы нарықтың бағасы бұзған уақытта өлең жазуға деген біздің шабытымыз көп жағдайда көріне бермейді. Дегенмен арасында кішігірім өлең жазып қоятыным бар. Сіздің өлеңдеріңізді іздеген оқырман қайдан табады? Менің өлеңдерім әлеуметтік желілерде орналасқан, менің парақшамда бар, және Жамбыл облыстық
Әулие-ата әуендер деген антологияға шыққанмын, және Өрімтал деген облыстық жас ақындардың антологиясында өлеңдерім жарияланған. Шығармашылығыңызға сын айтылды ма өлеңдеріңізге? Менің шығармашылығыма қатысты кезінде Маралтай Райымбекұлы Қазақ радиосында Безбен деген бағдарламаны жүргізген кезде Жұматай Шаштайұлы менің өлеңімді талдап, сол жерде өлеңіме сын айтылған және жақсы жақтарын да айтқан. Бәрекелді, ендеше сөз Сәуле Айдарынан кезек берейік. Қасиетті арып құт қонған Жамбыл топырағы қай кезде де талантты ақындарға кенде болған емес. Серік Томанов, Бауыржан Үсенов, Артығали Ыбыраев секілді топтың ізін жалғаған жастарды жетерлік. Олардың қатарында Мәулен Жаппасбаев бауырымыз да бар. Оның өлеңдері сезімге толы, айтары анық, бояуы қанық деуге келеді. Оның алғаш анасы туралы жазған өлеңі жүрегімізге жеткен. Одан өзге де бірнеше тамаша өлеңдері өзінің оқырмандарына ұнайды деп ойлаймыз. Бүгінде мұғалімдік жұмысты істеп жүріп, өлеңнен ұзай қоймаған, поэзия әлемінен жыраққа кетпеген бауырымыздың қай кезде де жазған шығармаларын оқығандықпыз. Мәулен бауырымызбен ұзақ жылдан бері жақсы қарым-қатынастамыз, араласамыз, доспыз, бауырмыз. Маралтай ағамыздың қасында да бірнеше рет бірге жүрдік. Талантты бауырымызға қай кезде де шығармашылығына тек табыс, шабыс тілейміз. Жеңісті, жемісті күндері көп болсын. Жалпы Тараз қаласында Киелі Әулие-ата жерінде жастардың шығармашылық шоғыры ертеден қалыптасқан. Мен өзім көрген жағдайлар осыдан 10-15 жыл бұрын, мәселен, осы жерде талантты Ерлан Жүніс бастаған, осы жерде талантты жігіттер, қыздар болды. Олар әлі де бар. Қазір өз буынының, өз заманының жақсы ақындары болып қалыптасқан қаламгерлер. Солардың ішінде Мәулен Жаппасбаев деген жігіт болды. Ол қазір Мұқағали Мақатаев атындағы мектепте жұмыс істейді, Тараз қаласында. Ол енді Мәулен өзі бізбен замандас, қатарлас азамат. Осы біз Арай газетінде жұмыс істеп жүрген кезде сол жерге өзі іздеп келіп, өлең оқып, солай танысып, солай достасып кеткенбіз. Өлеңдері, шығармашылығы кәдімгі қазақтың табиғатын, қазақтың болмыс мінезін, жалпы ақынның көңіл күйін, шынайы өзінің бет бейнесін беретін шығармалар деуге болады. Дегенмен де әлі де болса ізденіс үстінде жүрген ақынға, шығармашылық шабыт үстінде жүрген ақынға әлі де болса жаңа дүниелер жазып, өзінің ақындық алапат қуатын, ақындық дарынын тағы да дәлелдей түссе екен деген тілегіміз бар. Шығармашылығына тек қана шабыт тілеймін, жетістік тілеймін, тек қана жақсылық болсын, қазақ өлеңінің биігіне көтеріле берсін дегім келеді. Сұхбатымызды жалғастырамыз. Өлең сөздің патшасы деп тағы да жырларыңызға кезек берсек. Енді мынау жазылмаған жыр жазамын бір күні деген өлеңімді оқып берейін. Енді мынау қаламым суып кеткен өзім секілді ақындарға арналады. Жазылмаған жыр жазамын бір күні, жұрттың бәрі жазып біткен кездемен, жұрттың бәрі кітап жазып бір түрлі артылам деп жүрген кезде өзгеден, қашан, қалай қойылады сұрақтар, ертең жазам дей беремін бәріңе, мен туралы жазылады кітаптар, мен туралы айтылар көп әңгіме. Жазылмаған жыр жазамын мен ертең, том-том кітап топтамада тұратын, өлең болып танылады ең көркем, мен туралы жыр оқиды бір ақын. Жазылмаған жыр жазамын мен енді, өмірімді бір өлеңге сыйдырып, газеттерден жарық көрем беделді, ақын емес дегендерді күйдіріп. Жаңа өлеңмен жаңалық боп келемін, құбыл істеп баға берер бүгінгі, ұлы өлең жазарыма сенемін,
ал әзірге көрсетпеймін жырымды. Бәрі бүтін, бәрі түгел аз қайғым, ұлы болып оянуды шығардым. Ал әзірге ештеңеде жазбаймын, бүгін ертең жазбайтын да шығармын. Жұп болсын. Енді андай өмірдің қалтарыс тұтарыстарында кішігірім ойлар мазалаған кезде, жалғыздық санамызды жеңген кезде мынандай өкінішпен өлең жазған кезіміз болған. Өткенім көп мұң, ертеңім болдыр ақсағым, фәниден тайып тым ертеңге ақсадым. Тағдырым сараң жымиып жалаң қоретті тұншығып, іштен үзілді тағы жақсы әнім. Жүрегім мерте үсігін көрді ақпанның, бос үміттермен сендіріп кепті ақтаңым. Өзекке тепкем ұлымем әлде өмірдің уымен мұңы тірліктен тауып татқаным. Жатырқай қашып кемеді жұтап сенімім, сақылдап күліп арманым шөкті серігім. Шыңырау ойдан жетеді жиі көбіндер, сеземін сол үн сүйкімді менің өлінім. Шаршаған жаным жазады дертті ғазалын, осымен енді біткендей барлық базарым. Түбіме жеткен дауаңды берген жауыз ой, құшағын жайып келеді әне ажалым. Тамаша. Неге өкінесіз? Неге өкінем? Өзімнің өмірімде қателескен сәттеріме өкінем. Қолым жетпей қалған армандарыма, орындалмай қалған мақсаттарыма, жасаймын деп жасалмай қалған өзімнің әрекеттеріме және кемшіліктеріме, біреуге жасап қойған бір андай болады ғой, біреуге жасап қойған, біреуді өкпелетіп алған кездеріме өкінем. Көп қателестіңіз бе? Өмірде қатесіз адам болмайды, қателеспейтін, не сүрінбейтін, жақ жаңылмайтын жақ болмайды дегендей, өмірде адам болғаннан кейін қателік болу міндетті, заңдылық. Сондықтан өмірде көп қателескен адамдардың бірімін. Таңдаудан, өмірде мысалы мынау таңдау дегенде мынау өмірде дүниені жарды таңдау емес, мынау адамдарды таңдаудан, адамдарды танудан көп қателескен адамдардың бірімін деп есептеймін. Мынау сатқындықты көрген кезде, достықтың арасындағы солай. Досыңыз бар ма? Менің досым бар енді. Досым дәл қазіргі уақытта енді бұны екі жақты түсінуге болады. Араласатын досым немесе мынау серігім. Менің дәл қазіргі серігім әдебиетте, өнерде, кітап, араласатын достарым бар. Тамаша. Жиі қуанасыз ба? Жиі қуанып, күліп жүремін деп айта алмаймын. Өзіммен өзім күліп, болмаса дарақыланып, өзіммен өзім шектен шығып жүрмеймін. Әрекет жағдайға байланысты қуанатын кезде қуанамын. Үнемі есіңізде жүретін Абайдың бір сөзі. Абай айтады, Абай Құнанбаевты, даланың философы, сол былай айтқан екен: өмір аз, ғылым көп, керегін оқы. Менің өмірлік ұстанымыма айналған осы сөзді мен әлі күнге дейін қолданып келе жатырмын. Сондықтан Абаймен даланың философы, ұлы Абай деп бекер айтпаған. Сондықтан осы кредомен өмірлік немді құрып алғанмын. Өмір аз, ғылым көп, керегін оқы. Көп нәрсеге басында қатырма деген сөз олай деген кезде. Жеке жыр жинағыңызды қашан шығармақшысыз? Енді мен өмірде қалай айтсам болады, қарапайымдылық жақсы көретін адаммын. Жеке шығармашылыққа өзім үлкен дайындықты қалаймын. Ертеңгі күні жеке кітабым шыққан кезде, ол кітабымның ішінде әттегенелер болған кезде, осы өлеңімді былай жөндегенде болатын еді ғой деп өкінбеу үшін де әзірге жеке жинақ шығару менің ойымда жоқ. Аға буын өкілдерінен кіммен араласып тұрасыз? Жалпы әдебиет жөнінде сөйлесіп. Аға буын өкілдерінен Жамбыл облысында, енді Жамбыл облысының мықты ақындар шоғыры орналасқан, осы республикадағы ең бір таланттардың орналасқан жері осы Жамбыл облысында бір топ ақындар бар. Олардың бірінің атын айтпай, бірінің атын айтсам өкпелеп қалуы мүмкін. Маралтайдан бастап, Маралтай Райымбекұлының өзі бір төбе, Ерлан Жүніс бар, Хамит Есаман, Асқат Райқұл, Нұржан Әліш, Нұржан Қадірәлі менің інілерім, Данияр Әлімқұл, Табиғат Абайлдаев. Міне осы ақындар, Наурызбек Саршаев, міне осы ақындар кезінде осы Жамбыл жастар поэзиясының беделін, мәртебесін көтеріп берген
буын деп есептеймін. Бұдан кейінгі буынды білмеймін, енді қалай болатынын. Енді осы буындар республикада біраз танылған, біраз мүшәйрада орын алған, біраз жетістікке жеткен, әлі де қаламы ұшталып, керемет дүние жазып жүрген ақындардың бірі осы Ерлан Жүністі ерекше атап өтуге болады. Енді оның философиясы, өлең философиясы, өлеңді түсіну, танымы бөлек, ол құбылыс. Сондықтан осындай әдеби ортаны қалыптастырған осындай Жамбыл жастары, солармен байланыс бар. Тамаша. Өлең сен періште шығарсың деп, тағы бір өлеңіңізге кезек берейік. Мынау жапыраққа жасырынған тамшылар деген өлеңді оқып берейін. Жапыраққа жасырынған тамшылар, жесір бұлттың жанарынан түстің бе, әлде сені құлатты ма жасындар, адалдығың, мөлдірлігің ішінде. Жапырақта тайғанаған тамшылар, ерке желдің есерінен ықтың көп, бәлкім сенің тағдырыңа тән шығар, топыраққа сіңе беру тұтқын боп. Тұнық томпақ ақ моншақтар әдемі, шырқау көктен құмға құлап жығылдың. Менің санам тастап мына өлемді, сендік жақтан іздеп кеткен ғұмырын. Өмір мені сүймейтіні белгілі, саған ұқсас тағдырым бар менің де. Мен де өмірді сүйе алмадым ендігі, анау жақтың ақтығына сендімде. Нұр жалғанның пейішінен келген бе, маған жұмбақ әр мөлдірдің жан сыры, асқар көкке жете алмай жүргенде, аспан жақтан жылап түсті тамшыны. Тамаша. Гүлнар ақын, өз өмірім жыласам да, күлсем де дейді. Өз өміріңізге көңіліңіз тола ма? Енді осы сұраққа өлеңмен жауап берейін. Бұл өмір менің кішкентай үмітім, жолдары тым келте бұралаң, арманым мың сынып құралған. Менің де олар секілді тірлігім, алданған, алдады қу жалған, жүректің көздері жылаған. Сорыма білем, тағдырдан түңілдім, күлу мен бақытты сұраман, жанымда қап-қара мұң қалған. Адасқақ оймен күнәма үңілдім, пендәуи санамда жыларман, ғарыштық биіктен құлаған. Бар менен тіпті жоғалту ұғымын, жаңса ғой қатесіз шығарған, мен бәрін жоғалттым тыңдарман. Бұл өмір менің кішкентай үмітім. Тамаша. Сұхбатымыздың соңында әулиелі әулиеата жұртына айтар ізгі тілегіңіз болса, тыңдауға әзірміз. Тәуелсіздік белестерінде жеткен еліміздің жетістіктері аз емес, еліміздің болашағы баянды болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бейбітшілік орнаған тыныш заман болсын, еліміз күш қуаты дамыған, озық елдің қатарына қосылған, әлемдік аренада беделі биік жетекші елдердің қатарында болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Көп рахмет. Мәулен мырза, бүгін алтын уақытыңызды бөліп, бізге шынайы сұхбат бергеніңіз үшін, өлеңдеріңізді оқып бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сізге толағай табыстар тілейміз. Рахмет. Осымен Мұқағали Мақатаев атындағы нөмірі 14-ші орта мектебінің мұғалімі ақын Мәулен Жаппасбаевпен болған сұхбат соңына жетті. Қой үстіне бос торғай жұмыртқалаған тыныш та бейбіт заманда бақытты да бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббым нәсіп еткей.